Zat есім қандай сұраққа жауап береді? Зат есім заттың атын білдіреді. Қандай сұраққа жауап береді? Кім не? Жарайсың, отырамын. Сонымен балалар, біз төніп тұрған бұлттың бәрін алып, күннің көзін аштық, иә? Сөйтіп біз бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай екенін анықтадық. Қандай екен біздің сабағымыздың тақырыбы? Үйрендім. Біз бүгін осы табиғат құбылыстары бөлімін аяқтап, осы уақытқа дейін қандай тақырыптар өттік, содан қандай ой түйдік, соған байланысты бүгін нәтиже сабақ өтеміз. Қазақ тілінде неше септік бар? 7 септік. 7 септік бар. Атап берші. Атау септік, ілік септік, барыс септік, табыс септік, жатыс септік, шығыс септік, көрінтіс. Жарайды. Сүйемін туған тілі, анам тілім, бесікте жатқанымда берген білім. Шыр етіп жерге түскен жолымнан, құлағыма сіңірген таныс үнім. Сол тілмен анам мені әлдилеген, еркелеткен құлыным, жаным деген. Сол тілмен бірінші білгізілген, ана деген сүйгіндік судан менен. Жақын болып түрбетте өзге тілдің бәрін өз тілінде. Өзге тілдің бәрін өз тілінде құрметтейді. Дұрыс.